Кеш басталмаған сияқты еді. Менің атым Сайлау. Жасым 60-қа келді. Көп адам бұл жаста өмір баяулайды деп ойлайды. Ал мен үшін керісінше, дәл осы жаста ішкі дауысым қаттырақ сөйлей бастады. Күні бойы қала ішінде жүрмін. Жеке газель машинам бар. Индрайвер арқылы нәпақамды табамын. Рульде отырғанда ғана ойым тынышталады. Ал тоқтаған сәтте өткен өмір, жасалған қателіктер, айтылмаған сөздер бірінен соң бірі келе береді. Жаздың бір күн еді. Телефоным шыр етті. Жезде, уақытың бар ма? Бұл Айша, балдызым. Жасы 40-тар шамасында. Балабақшада істейді. Дауысы сабырлы, бірақ бір түрлі жылы. Үйге тамақ апарып тастау керек еді. Мен ойланбастан келістім. Бұл жай ғана көмектесу сияқты көрінді. Сол сәтте бұл қоңырау менің ішкі әлемімді астан кестен ететінін білмедім. Үйге жол. Түске таман бардым. Тамақтарын алып подъезге кірдік. Лифт баяу көтеріліп бара жатты. Үнсіздік. Бірақ сол үнсіздіктің ішінде айталмаған ойлар толып тұрғандай. Айша алдымда тұр. Қарапайым киінген, артық бояу жоқ. Бірақ кейде дәл осындай қарапайымдылық адамды көбірек ойландырады. Үйіне дейін апарып бердім. Жезде, шай ішіп кетіңіз деді ол. Мен бас тартқым келді, бірақ ауыздан басқа сөз шықты. Жарайды. Шай үстіндегі үнсіздік. Үйде күйеуі бар екен, бірақ ол өз әлемінде. Мас күйде ұйықтап жатыр. Шай үстінде әңгіме жайдан жай басталды. Жұмыс, бала-шаға, өмірдің ұсақ түйегі. Ал менің ішімде басқа әңгіме жүріп жатты. Өзіммен өзім күрес. Сайлау, бұл дұрыс емес. Бұл тек балдыз. Сен 60 жастасың. Бірақ адам кейде өз ақылын емес, жүрегін тыңдап қояды. Айша күлімсіреп отырды. Сол күлкі. Мен оны бұрында көргенмін, бірақ дәл сол күні ол басқа болып көрінді. Мен кетуге жиналдым. Рахмет Жезде. Тағы керек болса хабарласам. Ол күлімсіреді. Ал мен сол күлкіні жол бойы ұмыта алмадым. Тыныш түндердегі ой. Сол күннен кейін ойым тынышталмады. Жұмыс істеп жүрсем де, рульде отырсам да, сол бір сәт қайта-қайта көз алдыма келе берді. Мен өзімді ақтауға тырыстым. Жай ғана адам ғой. Ештеңе болған жоқ. Бірақ ең қауіптісі ештеңе болмаған еді. Өйткені кейде болмаған нәрсе болғаннан да қатты мазалайды. 15. Күннен кейін. 15 күн өтті. Телефон қайта шыр етті. Айша. Жезде, тағы көмегіңіз керек болып тұр. Мен іштей бәрін түсіндім, бірақ сырттай сабыр сақтадым. Қашан? Сол сәтте мен таңдау алдында тұрғанымды білдім. Ал ол таңдаудың салдары қандай боларын сол кезде әлі білмедім. Шекара жақындаған сайын. Телефонды қойған соң ұзақ отырдым. Рульге қолым тиген жоқ. Көліктің ішінде үнсіздік. Ал сол үнсіздіктің ішінде екі түрлі дауыс айқайласып жатқандай. Бірі, барма, бұл жолдың соңы жақсылық емес. Екіншісі, өмірде бәрін кеш көріп жүрген жоқсың ба? Мен екіншісін таңдадым. Қайта барған жол. Көрсеткен уақытымен бардым. Айша төменде күтіп тұр екен. Қолында азын аулақ сөмке. Көзіміз тиісті. Бұрынғыдай емес. Бұл жолы көзқараста сұрақ бар еді. Мүмкін жауапты ол да мен сияқты білмейтін шығар. Жол бойы көп сөйлеспедік. Әдеттегі әңгіме. Бірақ әр сөздің астында айтылмаған ой жатыр. Үйіне кірдік. Күйеуі тағы да өз күйінде. Үй іші тыныш. Ас ішіп кетесіз бе деді ол. Мен басымды изедім. Ас үстіндегі арпалыс. Ас үй тар. Екеуміз ғана. Қазанның буы шығып тұр. Терезеден күн сәулесі түседі. Мен оның қимылына қарап қалдым. Әр қадамы, әр бұрылысы. Өзіме өзім ренжідім. Неге дәл қазір? Неге дәл осы адам? Айшада тыныш емес екенін сездім. Дауысы бұрынғыдай сенімді емес. Жезде, сіз бір түрлісіз. Мен күлгендей болдым. Жай шаршаған шығармын. Бірақ шындық ол емес еді. Шығар алдындағы сәт. Мен кетуге ыңғайландым. Сол кезде ол маған қарап,
Сізге қиын емес пе, бәрін ішімізде ұстау? Бұл сұрақ күтпеген жерден тиді. Мен жауап бермедім. Өйткені кейде үнсіздік жауаптың өзі. Ол да үндемеді. Тек есікке дейін шығарып салды. Хабарласармын деді. Бұл жолы оның дауысы бұрынғыдай емес еді. Түнгі шешім. Сол түні ұйықтай алмадым. Жастыққа басым тигенмен ойым тоқтамады. 60 жыл өмір сүріппін. Дұрыс пен бұрысты талай ажыраттым деп ойлаушы едім. Бірақ кейде адам ең қарапайым шекарадан өте алмай қалады екен. Таңға жуық телефонымды алдым. Ұзақ қарадым. Сосын жаздым. Ертең сөйлессек бола ма? Жауап көп күттірмеді. Болады. Қысқа ғана. Бірақ сол сөздің ішінде бәрі бар еді. Ұсыныс. Келесі күні даусымды сабырлы ұстауға тырыстым. Жай сөйлесіп қайтсақ, қала сыртында. Үзіліс болды. Кафеге бармаймын, деді ол. Мен де сол сәтте артық сұрақ қоймадым. Онда тыныш жер табайын. Тағы бір үзіліс. Жарайды, бірақ ұзақ емес. Бұл келісім емес еді. Бұл тәуекел еді. Уақыт сынаққа айналған күн. Кездесу уақыты жақындаған сайын жүрегім бұрын соңды болмағандай соқты. Мен бәрін жоспарлағандай болдым. Бірақ өмір жоспарға бағынбайды. Айша келгенде оның жүзінен қорқыныш та шешім де көрінді. Біз үндемей кірдік. Сол сәттен бастап бәрі кері шегінбейтін жолға түсті. Үнсіздік бәрін айтып тұрды. Есікті жапқан сәттен бастап кеңістік тарылып кеткендей болды. Сыртта қала тіршілігі жүріп жатыр. Ал бұл жерде уақыт тоқтағандай. Айша терезеге жақын тұрды. Мен есікке арқанды сүйедім. Екеуміз де бір сөз айтпаймыз. Бірақ сол үнсіздікте артық сөздің бәрі бар. Бұл дұрыс емес, деді ол, жай ғана. Мен басымды изедім. Білемін. Екеуміз де шындықты білдік. Бірақ білу тоқтау деген сөз емес екен. Өзімен бетпе-бет. Мен сол сәтте өзімді айнадан көргендей болдым. 60 жас. Көпті көрген. Талай дұрыс шешім қабылдадым деп ойлаған адам. Ал қазір бір қадамнан қорқып тұрған жас жігіт деймін. Айша маған қарады. Сіз де осылай қиналып тұрсыз ба? Мен жымиғандай болдым. Кейде адам ең соңында өзінен ұтылады екен. Ол бұл сөзді түсінді. Түсінгені көзінен көрінді. Уақыттың аяусыздығы. Біз отырдық. Сағат тықылдайды. Әр секунд бір сұрақ. Осыдан кейін не болады? Бұдан бұрынғы өмірге қайталамыз ба? Айша орнынан тұрды. Мен кетуім керек. Осы сөз бәрін тоқтатуы тиіс еді, бірақ ол кетпеді. Мен де үндемедім. Кейде адамды ұстап тұрған қол емес, айтылмаған сөз. Шешім сәті. Мен алғаш рет шын мәнінде қорқтым. Өзімнен, өз әлсіздігімнен. Айша, біз осы жерден тоқтай аламыз дедім. Ол маған ұзақ қарады. Ал егер тоқтамасақ ше? Бұл сұраққа дайын жауап жоқ еді. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл әңгіме ләззат туралы емес, таңдау туралы. Шекара. Біз бір-бірімізге жақын тұрдық. Бірақ арада көзге көрінбейтін сызық бар еді. Ол ардың сызығы. Одан аттау оңай, ал кері қайту қиын. Мен бір қадам артқа шегіндім. Кешір. Бұл сөз ауыр шықты. Бірақ қажет сөз еді. Айша көзін төмен салды. Мен де солай ойладым. Кетер алдындағы сөз. Ол есікке беттеді, тоқтады. Бірақ шындықты мойындау ең ауыр нәрсе екен. Мен басымды изедім. Бірақ ең дұрыс шешімде сол. Есік жабылды. Тағы ой. Таң атты. Мен жалғыз қалдым. Бірақ ішімде бір жеңілдік бар еді. Өйткені кейде адам жасаған ісімен емес, жасамаған ісімен өзін құтқарады екен. Айша өмірімде қалды, бірақ басқа қырынан. Ал мен сол күннен кейін өзіме бір сұрақ қойдым. 60 жаста да адам өз шекарасын таңдай ала ма? Сырттай тыныш, іштен өзгерген жандар. Сайлаудың ішкі өзгерісі. Сол күннен кейін мен бұрынғы сайлау емес едім. Күндер сол қалпы өтіп жатты.
Руль де сол қолымда, жол да сол жол. Бірақ ішімдегі адам басқа. Бұрын мен өмірді тек жауапкершілік деп білетінмін. Отбасы, жұмыс, міндет. Ал сезім дегенді жастардың ермегі сияқты көретінмін. Сол оқиға маған бір шындықты көрсетті. Жас кетеді, бірақ адамның ішіндегі әлсіздік кетпейді екен. Мен өзімді ақтауды доғардым. 60 жаста не керек? Бұл кеш қалған сезім деген сөздермен енді өзімді жұбата алмадым. Ең қиыны, мен біреуді емес, өзімді жоғалта жаздағанымды түсіндім. Содан кейін мен шекара дегенді, қағаздағы заң емес, адамның ішкі ар ұяты екенін ұқтым. Енді мен сезімнен қашпаймын, бірақ соған құл болмаймын. Ал ең бастысы, өзіме өтірік айтпаймын. Бұл 60 жаста келген ең ауыр, бірақ ең қажет сабақ еді. Айшаның ішкі өзгерісі. Айша да өзгерді. Сырт көзге ол баяғы қалпы. Жұмыс, үй, тіршілік. Бірақ оның ішінде бір перде жабылды. Ол алғаш рет өзіне қарады. Өз әлсіздігін мойындады. Бір сәттік шешімнің өмір бойы өкінішке айналатынын сезді. Айша бұрын өзін тек әйел, келін, ана ретінде көретін. Ал сол күннен кейін ол ең алдымен адам екенін түсінді. Таңдау жасау еркіндік емес, жауапкершілік екенін ұқты. Ол да сол шекарадан аттаған жоқ, бірақ сол шекараға өте жақын келгенін еш қашан ұмытпайды. Және дәл сол үшін ол өзін әлсіз емес, күшті сезінді. Екеуін байлаған ішкі үнсіз келісім. Олар енді бұрынғыдай сөйлеспейді, бірақ бір-бірін көргенде артық сөз керек емес. Өйткені кей сезім айтылмайды, кей байланыс үзілмейді, кей шындық тек жүректе қалады. Бұл махаббат емес еді. Бұл адамның өз шекарасын сезінуі еді. Кейде ең үлкен өзгеріс айқаймен емес, үнсіздікпен келеді. Кейде адам жасаған ісімен емес, жасамаған ісімен өзіне адал болып қалады. Ал бұл оқиға ләззат туралы емес, ар туралы әңгіме. Уақыт өтті, бірақ із қалды. Сайлау. Оқиғадан кейін. Арада апталар өтті. Кейде бір айдай сезіледі, кейде бір күндей ғана. Мен бұрынғыдай жұмысқа шығамын. Таңғы қала, түнгі жол. Бәрі сол қалпы. Бірақ мен енді адамдарға басқаша қарай бастадым. Бұрын, мынау дұрыс емес, мынау болмайды деп кесіп айтатынмын. Қазір, адам кейде өзі түсінбейтін жолға түсіп кетеді екен, деп ойлаймын. Мен ешкімді ақтағым келмейді, бірақ ешкімді асығыс айттағым да келмейді. Өйткені өзім сол шекке дейін барып қайттым. Есімде қалған ұсақ түйек. Ең қызығы, адамды үлкен сәттер емес, ұсақ нәрселер мазалайды екен. Айшаның күлкісі емес, қараған емес, кейде оның шай құйғандағы үнсіздігі. Сөзін аяқтамай тоқтаған сәті. Қоштасарда көзін төмен салғаны ойыма оралады. Сол ұсақ сәттер менің ішкі әлемімді өзгертті. Айшаның өз жолы. Кейін естідім. Айша жұмысын ауыстырыпты. Басқа балабақшаға. Бұл қашу емес еді. Бұл өзін сақтап қалу еді. Ол да көп сөйлемейді, бірақ оның ішінде бір шешім бекіді. Өмір бір сәтпен өлшенбейді, бірақ сол бір сәт бүкіл өмірді өзгертуі мүмкін. Ол бұрынғыдай аңғал емес, бірақ суықта емес. Ол ояу. Кездейсоқ, кездесу. Бір күні көшеде көріп қалдым. Алыстан. Көзіміз түйісті. Бір секундқа ғана бас изедік. Сол бір қимылдың ішінде кешірім де бар, алғыс та бар, қоштасу да бар. Ештеңе айтылған жоқ, және айту да керек емес еді. Ішкі тыныштық. Сол күннен кейін мен бір нәрсені түсіндім. Ішкі тыныштық барлығын дұрыс істегенің емес, дұрыс жерден тоқтағаным. Мен өзімді батыр сезінбеймін, бірақ әлсіз де сезінбеймін. Мен адаммын. Қателесуге жақын, бірақ таңдау жасауға қабілетті. Кейде тағдыр адамды құлату үшін емес, оятып алу үшін шекараға дейін алып келеді.
Ал ең үлкен жеңіс сол шекарадан өтіп кетпеу. Адам өзінен қашып құтыла алмайды. Сайлау өз-өзімен сот. Бір кеште көлікті ерте тоқтаттым. Жұмыс көп болса да, ішім біртүрлі ауыр болды. Үйге кіріп, жарықты қоспай отырдым. Қараңғыда адам өзінен жасыра алмайды екен. Мен өзіме алғаш рет өтірік айтпай сұрақ қойдым. Егер сол күні бәрі басқаша аяқталса, мен қазір кім болар едім? Бұл сұрақтан ешбір ер адам қашып құтыла алмайды. Мен түсіндім. Мені мазалаған Айша емес. Мені мазалаған жастықтың кеткені, қалаудың кеш келгені, ешкімге керек болмай қаламын деген қорқыныш. Қартайған еркекті ең үлкен қорқынышы. 60 жастағы еркек жыныстық әлсіздіктен емес, көрінбей қалудан қорқады. Біреу сені қаламаса, тыңдамаса, байқамаса. Сол бір сәтте Айшаның маған қарағаны маған сен әлі барсың дегендей көрінді. Ал бұл өте қауіпті сезім. Өйткені ол махаббат емес. Бұл өзіңді тірі сезінгің келуі. Айшаның ішкі жарылысы. Айша да сол түні ұйықтамады. Ол өзін айнадан көрді. Бірақ басқа қырынан. Мен не іздедім? Неге дәл сол адам? Жауап ауыр еді. Ол күйеуінен емес, өмірден шаршағанын түсінді. Өзіне, мен әлде таңдау жасай алам ба? Деген сұрақ қойды. Сол күннен кейін Айша өзіне бір уәде берді. Ешқашан біреудің әлсіздігіне өз әлсіздігін қосып жібермеу. Бұл өсу еді, ауыр өсу. Арият тыйым емес, тірек. Көп адам ариятты шектеу деп ойлайды. Ал мен сол оқиғадан кейін оны тірек екенін түсіндім. Ар болмаса адам құлайды. Ал ар бар кезде адам қиналады, бірақ құламайды. Мен сол қиналысты таңдадым. Ең ауыр шындық. Ең ауыр шындық мынау болды. Егер бәрі орын алса да, мен бақытты болмас едім. Өйткені ол бақыт емес, өзіңді уақытша ұмыту ғана. Ал ұмытудан кейін бос кеңістік қалады. Мен сол бос кеңістікті алдын ала көрдім. Ішкі тыныштыққа жеткен сәт. Бір күні таңертең көлікті айдап келе жатып, еш ойламастан тоқтадым. Аспан ашық. Қала оянып жатыр. Сол сәтте менің ішімде тыныштық орнады. Мен енді ешкімге дәлелдегім келмейді. Ешкімді иландырғым келмейді. Тек өзіммен тату болғым келеді. Бұл кеш келген, бірақ шынайы жеңіс еді. Адам кейде бір қадам жасамай-ақ бүкіл өмірін өзгерте алады. Ең қиын ерлік өз нәпсімді жеңу емес, өзімді алдамау. Бұл оқиға тыйым салынған сезім туралы емес. Бұл ер адамның өзімен соңғы рет шын сөйлесуі туралы. Адам өзімен жалғыз қалған сәт. Кейде өмір бізді күнә жасау үшін емес, күнәға жақындатып, кім екенімізді көрсету үшін сынайды. Мен сол шекке дейін бардым, және сол жерде тоқтадым. Көп адам ойлайды, ештеңе болмады ғой. Ал шын мәнінде бәрі сол жерде болды. Өйткені ең үлкен шайқас төсекте емес, адамның ішінде өтеді. Мен түсіндім. Адамды қартаятын жылдар емес, адамды қартаятын өзін тірі сезінбеу. Ал ең қауіпті сезім біреудің көзіне қарап тұрып, сол көзден мен әлі керекпін деген жауап іздеу. Бұл махаббат емес, бұл жанның айқайы. Біз кейде тыйым салынған сезімді бақыт деп шатастырамыз. Ал ол шын мәнінде ішкі бос кеңістікті уақытша толтыру ғана. Бос кеңістік толғандай болады, бірақ кейін одан да терең үңірейеді. Мен соны сездім. Айша менің тағдырым емес еді, ол менің айнам болды. Сол айнадан мен өз қорқынышымды көрдім. Жалғыз қалудан, керексіз болудан, үнсіз жоғалып кетуден қорқу. Ал сол қорқынышты басқа адамның ойғына арту ең ауыр әділетсіздік. Кейде адам бір сәтке әлсіз болып, бүкіл өмірін қиратып алады. Ал кейде сол әлсіздігін мойындап, өзін құтқарып қалады. Мен екіншісін таңдадым. Бұл оқиғада жеңімпаз жоқ, бірақ жеңіліс те жоқ. Бар болғаны ояну. Ояну қуануды емес, ауырлықты әкеледі. Бірақ сол ауырлықта шындық бар.
Егер осы әңгімені тыңдап отырып, бір адам өз шекарасын ертерек сезсе, бір қадамға жетпей тоқтаса, онда бұл үнсіз сыр бекер айтылмаған. Өйткені кейде адамды құтқаратын жасалған іс емес, жасалмаған қадам. Мен әлі де жолдамын. Газелдің рулінде, қала көшесінде. Бірақ енді мен өзімнен қашпаймын. Өйткені ең ұзақ жол өз ар ұятыңа қарай баратын жол екен.